кеш, менің тыңдаушыларым. Бүгінгі күні сіздерге арнап, мен сіздерге қазақтың атақты ертегісі Тазша бала ертегісін оқып бергім келеді. Ертегін оқымастан бұрын мен сіздерден сұрайтын, сіздер менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, осы каналды ары қарай өрбітейік, ары қарай оны болашақ кең болсын. Өйткені қазақ тіліндегі бағдарламалар аз сияқты, сондықтан мен ойлаймын, сіздерге өте көп пайда келтіреді деп. Сондықтан ертегімізді бастаймыз. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерден пайда кәсіп қылуға талап етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап кетіпті. Келе жатып бір өнерші байдікіне кезігіпті. Бұл байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте қатты жауыз адам екен. Ол жалданған жігітті бір сандыққа салып қойып, аштан өлтіріпті. Үйінде қалған ортаншы баласы да бұл өнерге үйренбекке талап етіп, ол да ағасын кеткен жолымен кетіп, өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай оны да аштан өлтіріпті. 3-ші ұлы Тазша бала о дағаларында өзіне тиген енші ешкісін сойып алып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып жүріп кетіпті. Келе жатса бір қора қойға жолығыпты. Бір қора қойдың қойшысынан жолығып сұраса, бұл қойлар өнерші байдікі екен. Қойшысы бір шал екен, ол Тазшадан сұрайды: балам, қайда барасың деп. Тазша бала жауап береді: өнер үйренуге барамын деп. Сонда шал тұрып айтады: балам, бұл сөзіңді ешкімге айтпа, өзің өтірік айтпа деп. Содан соң бұл бала шалдың айтқаны рас екен деп ойлап, өнерші байға барыпты. Байдың үйіне қонып ертең жүрейін деп жатқанда, өнерші бай Тазшадан сұрайды: балам, қайда барасың, жолың болсын депті. Тазша бала жауап береді: мен өзінде ер баласы жоқ, қай еншілес бала боламын депті. Сонда өнерші айтады: балам, сен маған қал, бала бол, біздің бір-ақ құнан қойды сойып, той қылып, асық жілігім етімен өзің жеп қоярсың, мен өзім жолаушы боламын депті. Дейді, жолға кетеді. Тазша бала: қош әке, жақсы бол деп үйде қалады. Бұл өнерші байдың үйінде бір қызы бар екен. Қыз Тазша балаға айтады: аға, сен асық жілікті өзің жемей, керегенің басын іліп қой. Сонда бір-ақ тазы келіп жілікке ұмтылар. Сонда сен балтаны алып тазын өлтір дейді. Мұнан соң Тазша бала ақ құнан қойды сойып, той қылып, көршілерін шақырып, асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын қылып, кереге басын іліп қояды. Айтқандай тазы келіп жілікке ұмтылады. Тазша бала балтамен жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы тазға тимей, ит қашып құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне қайтқан соң Тазша баланың мұндай істерді істегенін біліп, қатты ашу етіп, итті аштан өлтірейін деп сандыққа салып қойыпты. Байдың бағанағы қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тамақ беріп, Тазша баланы тойындырып тұрыпты. Осы сандықта жатып, байдың не түрлі сиқыр өнерін үйрене беріпті. Бірнеше күндер өткен соң Тазшаның өз әкесі балаларын іздеп шығып, өнерші байдікіне келіп сұрайды: бір Тазша деген балам бар еді, соны көрдің бе деп. Өнерші бай айтады: көргенім жоқ деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрғанын естіген бала үйде сандыққа жатқан Тазша естіпті. Бай әлгідей дегенде Тазша: әке, мен мұндамын деп ішінен айғайлапты. Даусынан баласын танып, байдың сандығынан шығарып алып, Тазша мен әкесі үйіне қайтыпты. Тазша жолай әкесіне айтады: әке, мен қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып, жетектеп барып базарға сат, бірақ жібіңді алып қал дейді. Бала сол жерде айтқанынша қара құнан қой болады да, әкесі мойнына жіп тағып, базарға сатып, ақшасын алып үйіне қайтады.
ертеңінде баласы өз қалпына түсіп келіп әкесін айтты: әке, мен қара жорға ат болайын, мені базарға апарып сат, пұлымды ал, бірақ шылбырыңды алып кетіп қал дейді. Баласы айтқанынша ат болып әкесі базарға апарып сатып, шылбырын алып үйіне қайтты. Ертеңде баласы тазша тағы да өз қалпына түсіп үйіне келіп әкесіне айтады: әке, мен бір жез бидалы нар тайлақ болайын, сен мені базарға апарып сат та, пұлымды ал, бірақ бұйдамды алып қал, үйіңе қайта бер дейді. Тазша айтқанша тайлақ болып әкесі базарға сатайын деп жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады: маған мынау тайлағыңды сат дейді. Тазша әкесі айтыпты: тайлағымның бағасы 100 ділда дейді. Сонда өнерші бай олардың айласын біліп, жаман оймен тайлақты 100 ділдаға сатып алыпты. Үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып ап, мынау тайлақты ұстай тұр депті да, өзі пышақ алып шығып, тайлақты бауыздайын деп үйіне жүгіріп кетті. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, бұл да пышақ алып ала шыққан екен. Әкесі үйге кірген кезінде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя беріпті. Өнерші бай көре салып, үйіне қашып бара жатқан тайлақты қуыпты. Тазша сонда түлкі болып қашып, өнерші бай тазы болып қуыпты. Өнерші бай жете бергенде тазша түлкіден үйрек болып ұшыпты. Бай онда қаршыға болып қуыпты. Біраздан соң тазша бала торғай болып қашыпты. Онда бай қырғи болып соңына түсіп, соның соң тазша торғай қалыбына түсіп, ұшып келіп шарбаққа қонып отырыпты. Бай қырғи болып келіп таяла берген, тазша қорқып шүберек болып жерге түсіпті. Өнерші бай кісі болып келіп шүберекті қолына алайын депті. Тазша тар болып шашылыпты. Өнерші бай тауық болып шұқиын дегенде, тазша мысық болыпты да, тауық болып жүрген өнерпаз байдың желкесін қиып, үнін өшіріпті. Сөйтіп оның қызына алып мұратына жетіпті. Ой, мына ертек қандай күрделі, қандай күрделі. Сіздер енді оны бірнеше қатар оқыңыздар, түсіну үшін, есте сақтау үшін. Мен ойлаймын, осы ертегі сіздерге ұнады деп. Әрине, біздің өмірде де осындай оқиғалар кездесіп тұрады, бірақ тазша бала ретінде емес, әртүрлі рөлдерді. Сондықтан сіздер негізгі ертегінің мазмұнын түсіну үшін сіздер қайта бірнеше күн қатарынан тыңдаңыздар. Сонда түсінеді ғой деп ойлаймын. Ал енді сау болыңыздар, қайырлы түн.